Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен керемет роза гүлдерінің жасау жолын көрсететін боламын. Видеомды жоғалтып алмас үшін маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажеті осылай мастика қажет, өзіңіз қажетті түске бояп аласыз. Және декор гель, кисточка, оқтау, крахмал болмаса сахарный пудра керек. Сахарный пудраны астына сеуіп, аз мөлшерде ғана сеуіп, осылай мастикамызды жайып шығамыз, аз мөлшерін ғана. Мына видеодағыдай жайсаңыздар, крахмалдың көмегімен жайсаңыздар, оңайырақ болады, жабыспайды мастикаңыз. Және де өзіңізге кез келген насадканың көмегімен, яғни екінші жағымен гүлдердің жапырақтарын қиып алатын боламыз. Өзіңізге қажетті жағын мінекей осылай қиып, аласыздар. Содан кейін тұғылын жасайтын боламыз ортасындағы. Яғни оны осы мастикадан, жапырақтан қалған мастиканы қолдансаңыздар болады. Бұны кемінде гүлдерді 700 теңгеге аласыздар кондитерлік дүкендерден. Ал бұны үй жағдайында жасасаңыздар, өздеріңізге тиімді әрі еш қиындығы жоқ. Сұрақтарыңыз болса, астына комментарияға жазсаңыздар болады. Міне осылай тұғылын жасап алып, осыған кисточканың көмегімен жапырақтарға өзімізге қажетті жағына ғана жағып, роза гүлдің пішінін келтіреміз. Негізі мастика наборы алып алсаңыздар болады, кез келген кондитерлік дүкенде бар. Мен көп жұмыс жасамағандықтан, яғни мастикамен көп жұмыс жасамаймын. Сол себепті осылай ожаудың көмегімен, яғни дөңгелек ожаудың көмегімен айналасын осылай басып шығамын. Ортасын емес, айналасын ғана. Және қатты салмақ салудың қажеті жоқ, себебі жабысып, пішінін құртып аласыздар. Осылай өзіңізге қажетті жағын жабыстырып, жаңағы гельді жағып, декор гельді тұғылға жабыстырып, гүлдің формасын келтіресіздер. Еш қиындығы жоқ. Келесі жолы мужской набор жасау, яғни кілт, портмоне жасаудың жолдарын көрсететін боламын осылай мастикамен. Видеом ұнаса, маған лайк басуды ұмытпаңыз. Соңына дейін көргеніңізге рахмет.